Сәлем достар, бүгін осындай машинка жасайтын боламыз. Өте оңай жасалуы, жай ғана бір программа арқылы, PicsArt арқылы ғана жасайсыздар. Міне осындай машинка. Қазір видеода эскизін, суретін барлығын көрсетем қалай жасау керектігін. Қазір ең алдымен PicsArt программасын ашамыз. PicsArt программасы менде бесплатный, ешқашан платный версиясы болмаған менде, соны айтайын дегем. Енді ортасындағы плюсикқа басып, все фото фоны дегенді таңдайсыздар. Міне, белый фонды таңдап болғаннан кейін инструментіға басып, 3-4-ті обязательно таңдау керек. Болды. Енді қазір астында жазуларды көріп тұрсыздар, соны рисовать дегенге басасыздар. Рисовайтқа басып, форма дегенге басасыздар. Заливка мен штрихты таңдайсыздар. Обязательно штрихты таңдау керек. Заливка болса, ол құйылып тұрады, қара. Ал штрих болса, жай эскизін ғана сызып береді сізге. Міне, қолмен сызасыздар. Өзіңіз размерін дұрыстайсыз. Қалай ыңғайлы сізге. Мен от начала до конца істеймін. Кішкене ғана орын қалдырып қоямын. Міне, размерін дұрыстасаңыздар болады, қараңыздар кішкене. Тура осылай видеоны қарап, сіздер де жасай аласыздар любой эскизді. Міне, готованы бастым. Енді астында стикері деп тұрады, сол стикерға басып, машинканы таңдаймыз. Машинка деп жазасыз поисқа. Машинка. Енді осының ішінде әртүрлі машинкалар бар. Соның ішінен біреуін таңдап аласыз. Жай ғана готовы деп қоя саламыз. Қазір көрсетемін. Қазір осының ішінен бір машинканы таңдаймын. Машинканың түрі бар бұл жерде. Міне мен машинканы таңдап алдым. PicsArt'ың ішінде стикерден ешқандай программаға ауыспаймыз. Тек осы PicsArt арқылы жасап жатырмын. Міне машинканың размерін өзіңіз үлкейтесіз. Немесе кішірейтесіз. Примерно размерін қойып алдым. Тура ортаға қоямыз. Енді қараңыздар, төбесінде 2 төртбұрыш тұр, соған басып копияны жасайсыз да. Бұлай бұрсақ бір-біріне келмей қалады, сол үшін төбесінен жоғарғы қарай жібересіздер. Міне, машинканың төбесінен жоғарғы қарай жібердім. Егер де осы программаны ашып жасап көрсеңіздер, онда өте оңай және де барлығы түсінікті болады сіздерге. Енді осылай қойып алдым да, готованы басамын. Екі жағы фиолетовый шықса, полоскалар, значит, размері бірде деген сөз. Готованы басқаннан кейін қайтадан стикерға кіремін. Міне стикерға басқаннан кейін поиск шығады. Сол жерге өзіңіз фон блестки, фон золото деп жазсаңыз, любой әртүрлі золотисты фондар шығады. Міне осының ішінен қазір бір бізге золотисты фонды таңдап алу керек. Міне фонымды таңдап алғаннан кейін жай ғана жоғарғы немесе астына қарай созамыз. Шеттерін де созса болады, размері келмей жатса. Өте оңай. Мен золотисты түсін таңдадым. Немесе золотисты болмаса, мысалы сіздер однотонный көк түсті таңдауға да болады. Сары түсті де таңдауға болады. Жай ғана однотонный. Міне осылай басып болғаннан кейін қайттан қазір стикерға крем астында тұр стикері. Соған басып босс деп жазамын. Босс молокосос немесе босс, малыш, әртүрлі жазуды жазсаңыз болады. Міне осының ішінен қазір бір өзіміздің дизайнымызды таңдап аламыз. Міне примерно осындай. Осыны енді кішкене размерін кішірейтемді, жай ғана былай қоя саламын. Міне төбесіне 2 төртбұрыштыға басып копияны жасайсыздар. Қазір осыны қойып алайын суретті. Міне копияны бастым. Енді бұны тағы да былай қарай бұра саламыз да, жаңағы размерін уже келіп тұр, копия жасады қойыр, значит, размері бірде деген сөз. Екінші жағына қойып алдым. Болды. Енді наған жазуды жазу үшін бізге рамканы қойып алу керек. Рамка деп жазасыздар да, любой қалаған өзіңізге наған рамканы қоясыздар. Именно менікінде емес, басқа да рамкаларды қойсаңыз болады, осының ішінен таңдап. Барлығы PicsArt'ың ішінде. Міне қазір мен бір рамканы қойып аламын, таңдағам. Осындай рамка менде. Екі шетін созамын, кішкене. Соз болғаннан кейін размерін кішірейтем, немесе үлкейтемін. Осылай қоя саламыз. Жоғарғы жаққа обязательно қоясыздар машинканың қарап тұрған жеріне. Міне, жазуды жазатын болсаңыз, жоғарғы жаққа қарай жазасыздар. Енді біздің бомбонеркамызды төбесіне стрелкаға басып, сохранить фото деп таңдаймыз. Сохранено. Енді біздің бомбонеркамыз толықтай дайын. Жай ғана А4 параққа фотобумагаға шығара саласыздар.
Міне жаңағы жасаған машинкамыз осылай болып шықты. Фотобумага 200 граммдық, менде глянцевая екі жағы да, соған шығардым. Және де осы шаблонды мен өзімнің бесплатный телеграм-каналыма салып қоямын. Бесплатный телеграм-каналын алу үшін менің YouTube каналыма обязательно подписаться ету қажет. Содан кейін комментарийдің астында осы шаблонның ссылкасы тұрады. Всем пока!